Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Қарауыз балығының қармаққа жақсы түсетін мезгілі тамыз айынан бастап күз аяғына дейін жалғасады. Бірақ біздер сол ең тиімді мерзімді күтіп отыруға уақытымыз болмағандықтан, аталмыш балық түрін жаз айының аяғында аулап көрмекке шешім қабылдадық. Мы выехали из Усть-Каменогорска по левобережью. Біз Өскемен қаласынан Ертіс өзенінің сол жағалауына шықтық. Сол жерден Самара өткеліне, яғни оң жағалауына өтпекпіз. Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакөл ауданындағы саяхатымыздың басты мақсаты жаңа шаруашылық жұмыстарымен танысып, жабайы жануарлар санын тізімге енгізу. Ал сапар аясында балық аулау шарасы экспедициямызда одан әрі гүлдендіре түседі. Но мы все-таки попали на... Паромға дәл келіптік. Өткелді өту 1,5 мың теңге. Біздің жолымыз болды, паром жүрер уақытында жетіптік. Кезекке тұрып та әуре болмадық. Кейде мұнда кезегіңді алу үшін 2-3 сағат күтетін кездер болады екен. Жағалауда балықшылар алабұға балығын көтеріп барады. Бұл көрініс бізді тіпті қызықтырып жіберді. Тезірек біздің де суға қармақ салғымыз келді. На Самарской переправе... Самара өткелінде мынадай алабұғаларды ұстауға болады. Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласынан балық аулау нүктесі Қарақоба өзеніне дейінгі аралықта 10 сағат жүрдік. 3 сағатымыз бұқтырма су қоймасы арқылы өткелге дейін кетсе, 4 сағат Теректі ауылына дейін жүріптік. Одан әрі тағы 1,5 сағаттай жол жүріп, Марқакөл жағасындағы Урынхайке ауылына жеттік. Тағы 1,5 сағат Бобровка ауылына дейінгі жолға кетсе, соңғы 1 сағатта ойдағы нүкте Қарақобадан бір-ақ шықты. Из Усть-Каменогорска мы выехали в начале. Өскемен қаласынан сағат 5-терде жолға шыққан едік. Міне сағат 8 болды, Күршім ауылындамыз. Яғни Күршім ауылына дейін 3,5 сағаттай жол жүріптік. Бұқтырма су қоймасын қоса есептегенде. Қазір бұл аумақтан асхана тауып, кешкі асымызды ішеміз. Күршім ауылынан ары қарайғы жол аса жақсы емес екен. Сағатына 60-70 шақырымдық жылдамдықпен келеміз. Арасында ызғытып аламыз. Соңғы жанармай құю бекеті Теректі ауылында. Сондықтан барынша майды молынан алу керек. Алексеевка ауылынан ары жол шекара жағасымен жылжиды. Қытай аумағында екі елдің шектескен тұсында құмды бархандар көрінеді, сарғайып жатыр. Ал біздің бөлікте Алтай тауының жоталары басталған. Қазір айнала ландшафты өзгеруі тиіс. Көрініс жасыл желекке боялып, Сібір жапырақтары кездеседі. Алтай тауы оңтүстік деген аты болғанымен Сібірге жатады. Міне, асудан өтісімен Марқакөл көлінің айдына құшақ жая қарсы алды. Жағалауында Урынхайке ауылы көрініп тұр. Мұнда Марқакөл қорығының бас офисі орналасқан. Жергілікті халық негізінен мал шаруашылығымен, қорықта қызметкерлікпен, әрі балық шаруашылығымен айналысады. Клепы. Нан мен басқа да керекті азық түлігімізді Урынхайкедегі дүкеннен алмақшымыз. Урынхайке дүкеніне кіріп соңғы керек азығымызды алдық. Енді Қарақобаға дейін 35 шақырымдық жол қалды. Кеш бата Қарақоба жағалауына жетіп үлгердік. Сол екен масалар өздерінің осы жердің иесі екендіктерін білдіре бастады. Абырой болғанда шыбын шіркейден қорғайтын палаткамызда арнайы сеткалар бар. Ол болмағанда таңға дейін денемізде қан қалмайтын еді. Таң ата спиннингтерімізді қолға алып жағалауға жақындадық. Түнеген орнымыздың маңайында аю өздері байқалады. Не очень большой. Аса үлкен емес. Қарақоба иесі осы төңіректе жүрген болар. Как ни странно, сегодня почти нет комаров. Бүгін таң атысымен масалар қайда кеткені белгісіз, көрінбейді.
Бірақ жағалау аю өздеріне туыла. Мүмкін аю мен масалар осы жағалауда вақтылық жұмыс істейтін болу керек. Кеше масалар қызметте болса, бүгін орнын аю ауыстырыпты. Бір апталық жауын суды лайлап тастапты. Балық түсер емес. Қанша алдамшы жылтырауықты пайдалансақ та, қармағымыз майланбады. Здесь на Каракабе не так-то найти, не так-то просто. Қарақобада спиннинг тастайтын орын табу оңай жұмыс емес. Жағалауда жағалай, ары жүріп көрейін, мүмкін табылып қалар. Қарақобаның негізгі балықтарына қарауыз, қарабалық пен таймен балықтары жатады. Қарауыз бен қарабалықты күніне 5 келеге дейін аулауға болады. Ал таймен балығы қызыл кітапқа енгізілгендіктен оны аулауға рұқсат жоқ. Не знаю, как насчет рыбы, но медведи здесь есть точно. Балықтарын қайдам, бірақ мұнда аю бар екендігіне сенімдімін. Түнімен Қарақоба жағалауын аралаған. Іздері көп. Қалың орман арасында аюмен қарсы кездесіп қалуың ғажап емес. Мұндай сәт ең қауіптісі. Айнала аю іздері. Жабайы табиғатта жүргеніміз сезіліп тұр. Міне аюдың өзі де көрінді. Түріне қарасаң ебі жоқ жыртқыш сияқты. Жылай өскен өсімдіктерді жыла жұмыстарымен асығып бара жатқан сыңайлы. Похоже, наконец, счастье улыбнулось мне. Бүгін менің жолым ақыры болды ау. Қармағыма балық түспесе де таза экологиялық өнім таптым. Таңға ас дайын, қараңыздар, қандай керемет. Айналада қарақат жақсы өсіпті. Она немножко сыровата, но очень вкусно все равно. Шын мәнінде шамалы шикілеу, бірақ дәмі сонда да тілі үйрет. Балық жоқта азығымыз осы. Еш нәтиже болмағандықтан қармақтарымызды тастап кері лагерге оралдық. Таңғы сағат 9-да Бобровка ауылының лесхозында жұмысшылармен кездесуіміз жоспарланған болатын. Олармен ары қарай Қарақоба мен Арасан-Коба аумағындағы аңшылық зерттеу жұмыстарын жүргіземіз деп келіскенбіз. И вот мы наконец добрались до поселка. Міне, Тесқайың ауылына ақыры жеттік. Жергілікті халық бұл ауылда ескі атымен атайды, Бобровка деп. Қазір бізге лесхозды табу керек. Біздің түсірілім тобымызға лесхоз инспекторлары Сырым мен Есімбек қосылды. Олар бұл өңірді 5 саусағындай жақсы біледі. Қаншама жыл өздеріне тиесілі орындарды бағалап жүргендігінен мұндай зерттеу жұмыстарына үйреніп қалған. Вот один француз и один этот был. Немец, что ли, вот, двое были. Бірде неміс пен француз екеуі келді. Олар өздерімен бірге аттарына қарайтын және жол көрсетіп отыратын жол серік жалдады. Осылайша бір апта тіпті одан да көп күнге сапарлап кетеді. Лицензии, как положено у них. Оружие, все. Они с собой привозят оружие. Такие оружия классные. Қолдарында рұқсат қағаздары бар. Ал қарулары тіпті керемет. Оптикалық дәлдеуішімен. Больше 5 отростков. Осылайша айналадан аңыздей бастады. Мүйіздерінің ірілігіне қарап салыстырып жүр. Араларына ең ірі дегені кезіксе соны аңдып жүріп атады да кері қайтады. Все. Бұл өңірде маралдар, бұғылар, қабандар мен аюлар, тауыштарында тау ешкілері мекендейді. Правобережье Каракабы сейчас получило статус особо. Қарақобаның оң жақ жағалауы қатаң бақыланатын аумақ қатарына енген. Саян Алтайдағы эко аумақ ретінде халықаралық бағдарлама аясымен қорық кешенінің бір бөлігі ретінде. Ал сол жағалауында аңшылық әлі күнге жалғасуда. Содан болар мұнда туристік аңшылық маралдар мен аюларға, бұғылар мен еліктерге олжалы аңшылыққа шығатындар көп. Өйткені жабайы жануарлар саны жетерлік. Медведя, лося и косулю. Животных здесь на самом деле очень много. Аңшылық өмірде аңшылық аумақтың биологиялық сан түрлілігі үлкен айырмашылықтармен ерекшеленеді. Яғни, егер бір аумақтан олжалы аңшылықтың бірнеше түрлі нысанын алуға болатын болса, онда бұл өңір халықаралық аңшылар қауымдастығына дейін қызықтырады. Біз сапарлаған орын
еліміздегі дәл сондай керемет аумақтар қатарына жатады. Мұнда олжалы аңшылықтың 6 түрін аталасыз: марал, бұғы, аю, қабан, еліктер мен тау ешкілерін. Африка елінде үлкен Африка бестігі деген ұғым қалыптасса, дәл аталмыш өңірде үлкен Қазақстандық алтылық деген ұғым бар. Аңшылар сапарға шыға отырып, олжалы аңшылықтың барлық түрінен аң аулау аңшылар арасында ерекше деңгейге көтеретін баспалдақ. Жылдың осы мезгілінде жабайы жануарлар түнде белсенді қорек іздеп шығады. Сондықтан оларды бақылау өте қиын. Санақ тобымыз тек күннің ертеңінде тұяқтылар іздеріне қарап, жүрген жолдармен келген, шыққан аумақты есептеп, санын шығарып отырдық. Алдыңғы алынған деректерге сай, Қарақоба мен Арасан Қоба аумағында тұяқтылар саны өте жоғары деңгейде. Санақ тобы өзен суы ағып жатқан орынға жетті. Міндеттелген жұмысымыз аяқталғаннан кейін, жоспарымызға балық аулау міндетінде қостық. Это слияние Қарақобы и Арасан-Қобы. Дәл осы жерде Қарақоба мен Арасан-Қоба сулар қосылады. Тіпті олардың түстеріне қарап ажыратуға болады. Қарақоба суы қоңырлау, ал Арасан-Қобаныкі ақшыл. Міне осы қосылған тұста тағы да балық аулап көрмекпіз. Сырым мен Есімбек тәжірибелі инспекторлар ғана емес, асқан шебер балықшылар болып шықты. Олар бізге спиннингтерімізді қармаққа ауыстыру керек деп кеңес берді. Длина удилища 7 метров. Поплавок И две мормышки. и 2 мормышки. Қармақ ұзындығы 7 метр. Алдамшы жылтырауғымыз болса 2. 7 сантиметров. Ілмекпен жылтырауы қарасы 70 сантиметр. Ортасында салмақты темір бар. Вот такие вот мормышки имитируют ручейника. Міне, қармағымыз құрылымы осындай. Түсі де басқаша. Другой цвет. Дабыл беруші жеңіл құрылғы су бетінде еркін жүзіп жүр. Осылайша біраз уақыттан кейін қайта лақтырып отырдық. Уақыт сырғып өтуде. Теперь мы смотрим, учимся, как нужно правильно закидывать. Енді қармақты қалай лақтыру керектігін үйреніп, қарап отырмыз. Қарауыз балықтары ойпаттар мен тас араларын жақсы көреді. Кейде ағыс бойынан ұсталып жатады. В 2013 году на Индураходу... 2013 жылы аң ауламаққа Словакия елінен Ролан Холересінде азамат келді. Мен оны жолай осы орынға алып келдім. Балық ауламаққа ниеттенген ол алғашқы қармағын лақтырғанда қара балық түсті. И вот неожиданная встреча. Міне ғажап, керемет кездесу. Қарақобаға құяр тұстан қаздар, балапандарын көрдік. Балапандары кәдімгідей үлкейіп қалғанымен әлі ұша алмайды. Қарақоба зерттеу аумағына байланысты бірнеше тармақтарға бөлінген. Жағалаулар бір жерлерге жеткенде жартасты өткелдерге айналады. Бізге амалсыз тасты жыралар арасымен өтуге тура келді. Қарауыз алдамшымызға жақындағанмен аса белсенді емес. Осылайша 2 сағат бойына өзенге қармақ салып, 15 шақты қарауыз балығын ұстадық. Қара балық еш қайсысымыздың қармағымызға түспеді. Инспекторлар күзгі мезгілде жақсы ауланатындығын айтты. Кешке дейін 100 шақтысын аулай аласың дейді Сырым. Бірақ бізге 100 балық қажет емес. Осы ұстағанымыз балық сорпасын қайнатуға жетеді. Қарауыз балығынан істелген сорпа өте дәмді шығыпты. Разведка новых охот регионов закончена. Мы Жаңа аңшылық аумақтарды зерттеу жұмысы аяқталды. Біз өте керемет және әсерлі орындарда болдық. Енді кері үйге қайту керек. Қазір ғана жаңбыр жауды. Жол балшыққа айналыпты. Бағытымыз Марқакөлдегі Урунхайки ауылына. Одан әрі Алексеевка ауылына жетеміз де тас жолға шығамыз. Біз бұл керемет орынға келер жолда жақсы жаттап алдық. Келесі жолы тамыз, я болмаса қыркүйек айларында балық аулау маусымы қызған шағында тағы бір келерміз деген ойдамын.